Сәлем, каналымға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет, түрлі түсті, ең бастысы бояусыз, қоспасыз, керемет манты әзірлейтін боламыз. Каналымға тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен жуылып, сырты ашылып, майда-майда туралған қызылшамыз, сәбізіміз және шпинатымыздың суын шығарып аламыз. Шпинатымыздың осылай жасыл түс шығады. Қызылшамызды саламыз. Қызылшамызда осылай қанық қызыл болып шығады. Келесі сәбізіміздің суын шығарамыз. Бізде осылай 3 түс шығады. Қаласаңыздар марлядан бір өткізіп алсаңыздар болады. Үстіне бір ас қасық сұйық май құямыз. Тұз саламыз. Бір стакан суды үшеуіне бөліп құямыз. 2 жұмыртқаны араластырып, үшеуіне бірдей етіп құйып шығамыз. Араластырамыз. Бізде түстер осылай қанық шығады. Сәбіздің суын ыдысқа салып, үстіне біртіндеп ұн салып, қамыр елейміз. Ұнды бірден салудың керек жоқ, себебі біздің массамыз қаншалықты ұн алатынын білмейсіз. Сол үшін аз-аздап қосып салыңыздар. Осы тестамен пельмен дайындасаңыздар да болады. Мен негізі бұл мантыны мультивитамин деймін, себебі қазіргі балдар қызылша, шпинат дегенді жемейді. Ал сіз осы манты жасап, солардың бойына керекті дәрумендерді осы арқылы берсеңіздер болады. Бос қамыр жегізгеннен осылай витаминді, пайдалы тамақ. Міне осылай жұмсақ қылып қамыр иледік. 3 түсімізде шықты бізде. Осылай стрич пакетіміздің ортасына салып, жауып қоямыз. Стрич пакет болмаса, кәдімгі салафан пакеттер де бола береді. Барлығын салып, 10-15 минутқа қамырды демалтырып қоямыз. Туралған пиязымызды, фаршымызды, тұз, бұрышымызды салып, ішінің салмасын дайындаймыз. Қалаған приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Қамырымызды аштық. Қолымызбен сәл үлкейтіп алып, кәдімгі мантының қамырын істеп жаямыз. Салмамызды салып, қалаған формаңызда бөгіп шығыңыздар. Бұл қоспалардың ешбіреуінің мантыға дәмі шықпайды, тек қана түсін өзгертеді. Майланған манты қазанымызға барлығын салып, 45 минутқа газға пісуге қоямыз. Міне біздің мантыларымыз дайын, піскенде түстері одан да қанық болып шығады. Міне керемет, дастархан сәнін келтіретін ерекше тамақ. Осылай рецептер сізге ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін каналымға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.